Ассалаумағалейкум, эфирде сұхбат, сіздермен бірге мен Мұхит Сапарбаев. Бүгін бізде қонақта әйгілі әнші Шайхизада. Шайхизада, қош келдіңіз студиямызға. Сәлеметсіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, Құдайға шүкір. Соңғы кезде сіз көрінбей кеттіңіз. Ойда жүрсіз ба, әлде жолда жүрсіз ба, қайдасыз? Соңғы кезде екеуміз көп кездесе алмай жүрміз, е? Соны айтқым келіп тұр ма? Жалпы өзіңізде жоқ. Негізі жоқ, негізі көрініп жүрмін. Шақырған жерден қалмаймыз. Шақырмаған жерге бармаймыз деген бар бізде. Концерттерге барлығына қатысып жүрмін. Бейнеклип түсірілді, жақында киноға түстім басты рөлде. Творчестволық өзімнің шаруаларым, тірліктерім бәрі жүріп жатыр. Клипті неге Шайхизада шетел асып, Қазақстан асып барып, Монғолияға барып түсірдіңіз? Қазақстанда сіздің клипіңізді түсіре алатын режиссер табылмады ма? О не дегеніңіз, Мұхит мырза, біздің елде де Құдайға шүкір режиссерлар да бар, жақсы сценарий жазатындар да бар, жақсы бейнеклип түсіретіндер де бар, барлық жан жақты бізде. Бұл жерде енді айтады ғой қазақта, жол түссе дейді ғой. Жол түсіп тұрған бір сәті болған шығар деп ойлаймын, соны Монғолияға барып бейнеклип түсіру. Оның алдында енді 5-6 жыл бұрын Ташкент өңірінде Өзбекстанда түсірдім мысалға жан-жарымды. Одан кейін Алматыда бір-екі клип түсірдім, бейнеклип. Мен білуімше қазіргі күйеуіңіз қаржы саласындағы мықты маман дейді, экономист. Ақшаны жақсы жинайсыздар ма, бірігіп? Қалай болып жатыр ол? Қазіргі менің өмірлік жолдасым Асан Құрманбеков. Енді қазіргі деп айтпай-ақ қойық, өмірлік жолдасым деп айтайын. Енді өткен өмірге оралғым келмейді, бірақ енді өткен өмірді еске алмасаң да, өмір ары қарай негізі қаншалықты қалай жалғасатын, мысалға адам қателігімен түзеледі дейді ғой, сол келесі болашақтағы өмірде сол қателіктерді жасамас үшін өткен өмірде де бір қателіктерді есіңе түсіріп қою керек екен. Сонда ғана бір әдемі өмірлер болады екен, өмір сүреді екенсің. Қазіргі тәуба, Құдайға шүкір, сол Асекең қаржы кеңесшісі біріншіден, қазір енді 2 рет директор болып жатыр. Осы былтырлары директорский бал дейді ғой бізде. Сондай бір үлкен бал жасадық. Өзі о бастан негізі есепші, экономист. Маған енді шын айтқанда үйреткені ол кісінің ән айтып жүрген кезде, ақшаны кәдімгідей жақсы тауып жүрген кездері, ол енді бір 10 жыл бұрын деп айтайыншы енді, 10 жыл бұрын, сол кісі мен жұмысымды қадағалады. Қалай болып жатқан? Экономист ретінде. Біз енді өнер адамдар, тек қана өнер адамдар емес, негізі адам баласы, егерде қаржы жағына кішкене сауатсыздау болса, ақшаны табады, солай жаратады екен. Сол жағы бізге жаңа айтады ғой, минус дейді ғой, кішкене сол кедергі жасайды екен, арғай тіршілік жасауымыз. Қазір жинап жатсыздар ғой? Қазір жинағанда біз былай жинаймыз. Ол инвестиция деп аталады ғой. Бағдарлама өзі инвестиция. Оның бәрі құнды қағаздар, акциялар құнды қағаздар. Олардың қаншалықты адамға пайдасы екенін соны үйретті. Қаншалықты ол құнды қағаздың өмірге, адамның өміріне, оның балаларына, оның шөбересіне, ары қарай немересіне қаншалықты пайда екен. Шайхизада, сіз жолдасыңыз төрағалық етіп отырған ұйымда сіз де мүшесіз. Ертең қаржылық пирамида құрдыңдар деп құзырлы орган есігіңізді қағады деп қорықпайсыздар ма? Жоқ, қорықпаймыз, өйткені бұл жерде барлық заңды түрде. 3 ай сайын... Сондай алып қашпай әңгіме жүр? Жоқ, ондай жоқ. Бірақ ондайға ұрынғандар шоу бизнесте, менің өзім әріптестерім естідім оны, шет жағасын кім екенін білмеймін, бірақ айтқандардан естідім, ұрынғандар бар екен, пирамида деген нәрсеге. Мен де ол пирамидаға мені де шақырған. Сіздерді шатастырмай ма пирамида? Жоқ, бізде заңды түрде акционерное общество ғой. Акционерное общество деп атайды. Сосын кәдімгі халық банкісінің қарамағында КФН дейді, комитет финанс надзора деген 3 ай сайын тексеріп отырады, отчет беріп отырады. CFC деген орталық бар. Ол жерде брокерский счеттар ашылады, заңды түрде. Мен білуімше, Шайхизада, сіздің бірінші жолдасыңыз музыкант. Дәм тұз жараспады, ажырасып кеттіңіздер. Шоу-бизнесте жұлдызды жұптар өте көп. Неге ажырастыңыздар?
енді баламның әкесі ғой, мен жамандамаймын. Бәріміз пендеміз. Ол жерде менің де қателігім болған шығар деп ойлаймын. Бір адамды жаман дей берсең, ол бірінші қателікті өзіңнен ізде дейді. Неге олай болды? Өйткені мен ол кезде 18-19-да қыз болдым да. Көп нәрсеге түсінген жоқпын, көп нәрсені білген жоқпын. Қазір мысалы мен келініме, жас қой келінім, 22-ден 23-ге енді кетіп жатыр. Білмейтін жерім бәрін мен, сол өмірімдегі жасаған қателіктерім бәрін, сол келінім мен балам жасамасын деп айтып отырам. Кәдімгідей тарих сияқты айтып отырам. Өткен ғасыр ғой енді. Сол өткен ғасырдан біз мына қазіргі ғасырға келген әншілеріміз ғой. Сол өткен өмірімдегі қателіктер сендер жасамаңдар. Егер оны мен көрмегенде, ол кісілерге мен басқаша әңгіме айтар едім. Сондықтан қазір балам да, өзімнің жаңағы келінім де мен тыңдап отырған кезде көздерінен байқап отырам өзгеріп жатқандарын. Қаншалықты өзгеріп жатқан қимылдарынан, тірліктерінен, әңгімесінен. Алғаш келген кезде келінім қалай еді, қазір қалай қатты өзгерген. Өйткені мен әрдайым екеуіне шай ішіп отырған кезде айтып отырам. Шахизада, Қарақат Болмановты Қыдекеннің арқасында деп асқақтатып отырады. Оларға сіздер қызыға қарайсыздар ма, қызғана қарайсыздар ма? Мен еш уақытта қызғанбаймын. Мен айтады ғой, әдемілікпен қараймын. Біріншіден, Қарақаттың өзінің әдемілігіне. Екіншіден, өнеріне басым деймін. Үшіншіден, ана ретінде. Төртіншіден, әйел ретінде. Қыдекеңді, мысалға, екеуі, енді ол ыдыс-аяқ шылдырламай тұрмайды, бәрімізде де болады. Бірақ соның бәрін жуып, шайып, әдемілеп отыратын әйел. Сол Қарақаттың ақылдылығы ғой бұл жерде. Сосын Қыдекеңнің пысықтығы. Екеуі үйлесіп тұрды, осындай жанұяда өсіп өніп атқан себебі сол деп ойлаймын. Мен естуімше, жолдасыңыз бен сіздің ұлыңыздың қарым-қатынасы жақсы емес дейді. Оны кім айтты сізге? Халық айтады. Жақсы емес, жақсы. Асан аға дейді. Ол жас деп, ешқандай мынандай бір бетке келіскен ешкі уақытта ондай әңгіме болған жоқ. Негізі бізде қазақта айтады ғой, тырнақтың астынан кір іздеп жүретін қазақпыз ғой, өзімізге тиеді қазақ десең. Әрине, ол енді пенде болғаннан кейін мүмкін бір жерде болса, бір жерде жаңағы енді ол 100% адамның ойынан, көңілінен. Мысалға, мен де кейде баламмен екеуміз кішкене бүйтіп сөзге келісіп қалатын кездер болады. Анасы болсам да. Өйткені енді ол өмір болғаннан кейін, ол ер жігіт болғаннан кейін, ол да өзінің бір ойындағысын айтқысы келеді, дұрыс па? Мүмкін мен тыңдағым келмейтін шығар. Мүмкін мен үлкендігімді саламда анамын ғой деп, мүмкін мен де бір айтқым келетін шығар. Бірақ егер де жаман болатын болса, екеуінің арасында дұрыс болмайтын болса, осы уақытқа дейін бірге тұрмас едік қой. Құдайға шүкір, мына 10 жылға кетіп баратыр, біргеміз. Егер де екеуінің арасы дұрыс болмайтын болса, әкесінің орнына әке болып тойда тұра ма, Асекең? Асекеңе көп рахмет. Ол мені сыйлағаннан, мені жақсы көргеннен, және ол жекең сыйлағаннан, жақсы көргеннен, осылай білгендігі, ол ақыллығымен әкесінің орнына әке болып тойда тұрды. Әкесі келген жоқ па? Келген жоқ, өткені келе алмайтын жағдайда болыпты. Оны балам айтты, бірақ мен ары қарай бір қазбалаған жоқпын, шынымды айтсам. Бірақ қайын жұртымнан баламның көңілі қаны ғой деп, бір жағынан жақсы сыйласатын қайнағамды, абысындарымды, қайнылерімді шақырдыңыз. Бір 7 шақты адамды шақырып, баламның сонда қуанғанын көрсеңіз, енді ол енді о кісілердің жазығы жоқ қой. О кісілердің өздері айтады, екеуіңіздің араңызда болған жағдайда оған өздеріңіз ғана кінәлісіздер, бала да кінәлі емес, біз де кінәлі емеспіз. Сондықтан біз сені қалай келін ретінде жақсы көрдік, әлі жақсы көреміз деген сөз маған жетіп жатыр. Әрине, қан ғой жібермейтін. Шахизада қандай ене, қатал ма? Құдайға шүкір, мен өзім айта аламын, келініме де айтамын. Кезінде қызым болса екен деп армандадым. Қазір Алла тағала осы келінімді қызымдай қылып беріп, бәрі айтып жатыр ғой, ұқсайсыздар деп. Өзіне де айтам, балапаным, балапандарым деп еркелетіп отырам.
бетіне келмеймін ешқайсының. Бірақ айтатын жерде айтып қоям, олар бірден түсінеді. Тәуба, Құдайға шүкір, сен деп бетіме келмейді. Құдағимен арада дорба жүрма, әлде жорға жүрма, қалай құдағимен қарым-қатынасы сізде? Енді менің құдамен біз енді негіз құрбылармыз, былай енді бір жастағы. Қазір кезеңде мысалға менде таза о кісі енді құдағиым өзінің қызын маған қолыма өзінің қызымдай қылып беріп отыр ғой. Ондай құдағиды айналып жақсы көрмегенде өзіңіз ойлаңыз, сыйламағанда ол айтады ғой, осы 9 ай көтеріп, мысалы қиналып, осы 22 жасына дейін мәпелеп өсірген қызын менің қолыма сеніп тапсырып отырып, мен оны қалай жақсы көрмеймін, қалай мен де анамын, өйткені сезем бәрін. Келінім айтпақшы бітеді ғой. Кейде дейді, мен енді өзіні қызымдай жақсы көрем дегенге, өзіне әйтеуір жақын тұтып, мен туралы мысалға енең деп айтса, біреулер айтады ғой енді. Құдағиым болсын, енең десе, енем деп айтпаңызшы, мамам деп айтыңыз деп ұрсып береді екен кәдімгідей. Қорғап кәдімгідей, менің мамам ол деп жақсы көріп айтады екен. Рахмет. Жақында әже ата-анасыз. Құдай бұйыртса деп отырмыз. Аллахтың берген бір күніме әже ата-анамыз сол күн қашан келеді екен деп күтіп жүрмін, сағынып. Осы өткені айтып отырмын ғой, көп балалы үй болғым келген сондай бір жан едім. Қазір келінім айтып жатырмын, жұмыс істемейсің, Алла тағала қанша бала береді, бәрін сен босанып, туып, осы жанұяда көбейіп, сөйтіп өсіп өніңдер деп ақылымды айтып отырамын. Тоқтатпа деймін, Алла тағала берді ма, туа бер деймін да. Сөйтіп айтып отырамын. Оған енді құдам да, құдағиым да мысалға, Құдайға шүкір, ол кісілер тыныш, өткені қызы жақсы жерде, жақсы өмір сүріп жатыр, тыныш, ешқандай қиналмай, жыламай, бақытты өмір сүріп жатыр. Қазақстан эстрадасында қыз келіншектердің көбісі пластикаға жүгініп жатыр қазіргі кезде. Көзін жасатып, мұрнын жасатып, ернін жасатып. Шайхизада бірдеңке жасатты ма осы күнге шейін? Жасайтын ойы бар ма? Мен негізі өзімді кішкентай кезімнен жақсы көремін ғой, білесіз ба? Кішкентай кезімнен ізденіп қалған адаммын ғой мен. Қай жерде әдемілік, журнал, ізденіп, осы қалай кім денсаулығын күтеді. Теледидардан кезінде здоровье деген бағдарлама болды. Жібермеймін. Қазіргі күнге дейін здоровье деші малышева жүргізетін жібермей қарап отырамын. Қалай күтіну керек екен. Мен бетіме еш уақытта пышақ тигізген емеспін. Енді кім біледі, енді болашақта уақыты келгенде мүмкін оған да жүгінетін шығармыз, енді өткен сахнада жүргеннен кейін сахна әдемілікті талап етеді. Сондықтан енді бірақ арнайы өзі косметологтар бар, менің бетімді күтіп, жаңағы ақылын айтып, витаминдер, мезотерапия деген нәрселер бар. Сондай нәрселердің бәрін өздерінің білгендерін бет әрдайым әдемі болып тұру үшін соның бәрін қолдан келгенше олар жасап отырады. 6 ай сайын мен бетім күтімде, мен бетімді сол косметологтарға беріп қойғам ғой. Ал денсаулығымды үзбей күтем. Денсаулығымды өзім күтем, қатты күтем. Әрдайым диета, одан спорт. Маған өте көмегі зор сол спорттың. Жалпы Қазақстан эстрадасында интрига көп. Тату болуға не кедергі? Бір кездері сізді де айтты ғой. Жеңіс Қақпамен құрбы болдыңыздар, сосын айтты, екеуі ұрсып қалыпты деді. Тағы да басқасы бар. Оны кім айтты екен десең. Ол арамызда болған адамдар айтқан жоқ қой, сырттан көріп, екеуміз кішкене алыстап кеттік. 85-тен бастап Жеңіс екеуміз бірге оқыдық. Мен Зейнеп Қойшыбаеваның шәкірті болдым. Екеуі Лаки Кесоғлы ағамыз, екеуі дос болды Зейнеп Қойшыбаева апайыммен. Біз де дос болдық, жақсы араластық. Қазірде Құдайға шүкір, жанұямызбен біз арамыздан бір аламысық өткенде, мүмкін басқа бір аламысықтар өткен шығар, осы сөзді таситын. Солардың себебімен біреудің арманы болған шығар, екеуміздің екі жақта өмір сүруімізге, бұрынғыдай қатты араласпауымызға.
сөйтіп өздері сол жеңіспен араласқысы келді ма, енді мен араға іріткі салған адамдар болды ғой. Болды деп ойлаймын, өзім сезем кім екенінде, бірақ мен бір Құдайға тапсырдым, ол кім сенсің деп бетіне келген емеспін ешқайсының. Кейде болып қалады, сол ойлаған адамдарым өзі келіп маған кешірім сұрайтын кездер болады. Мен түк білмегенсіп ұмытып кеткен сияқты отыра берем, өйткені пенде болғасын мейлі, ол да бір пендешілік жасаған шығар деймін. Бірақ біз Жеңіс екеуміз еш уақытта ұрысқан емеспіз. Еш уақытта сен деп бірімізге бір айқайлаған ондай. Бет жұтысқан жоқ. Жоқ, ондай ештеңе болған жоқ. Екеуміз де ақылдымыз. Екеуміз де телетіспіз. Жылқы туылғанбыз. Бірімізді сыйластық. Осы уақытқа дейін сіз бізді қалды. Бірақ әркім өз өмірімен, өз тіршілігімен, өзінің жолымен қазір тіршілік жасап жатыр. Адамдардың кесірінен кішкене болды. Бұрынғыдай жақын араласамай қалдық. Мен енді тұрмыс құрғаннан кейін, Асекеңе тұрмысқа шыққаннан кейін, бұрынғыдай мысалы жүре алмаймын. Бұрын енді әрдайым күні-түні Жеңістің қасында болатын. Қайда барайық десе, сонда баратынбыз. Енді мен көлік айдаймын, қасымда Жеңіс отырғызып аламыз. Екеуміз туған күн болсын, қай жаққа барғымыз келсе, сол жаққа барып қыдырып жүре беретінбіз. Ал енді кейін мен енді тұрмыс құрғаннан кейін Асекең енді ол енді қашанға бір рет шығып кеттің, екі рет шығып кеттің, үшінші рет бір-екі рет айтты, бір айтатын сөздерін ер азаматтың. Сосын үндемей менде Асекең тыңдадым да, Жеңістің де өзінің жанұясы бар, бала шағасы бар, тіршілік жасап жатқан. Мен де кішкене жаңағы жолдасыммен осы жанұямды бақытты етейін, осы Асекеңді бақытты етейін деп. Асекең жібермей жатыр, Асекең үйтіп жатыр деп, жаңағы бара алмаймын, шыға алмаймын деп бірнеше шалмай қалдым, баратын жерге бара алмай қалдым. Сол кездері әйтеуір сол бір уақытта бір арамызда аламысықтар сол уақытты пайдаланған шығар деп ойлаймын. Неге тату болуға болмайды шоу-бизнесте? Біз татумыз ғой. Сіздер татусыздар, бірақ тату емес жандар жеткілікті ғой. Мен білмейді екен, мен ешкімде шаруам жоқ. Кім кіммен ұрсады, кім кіммен достасады, мысалы да. Маған бәрі бірдей. Мысалы, екі адамның екеуі бірін-бірімен араласпай ұрсып қалып жатса, екеуі маған бірдей. Өйткені маған ешқандай жаманшылық жасап жатқан жоқ. Мен шамам келгенше, қолымнан келгенше тырысам ақылымды айтуға. Егер тыңдайтын адам болса. Былай неге бүйтіп жүрсіңдер, бүйтсеңдерші деп. Бір жағынан ойлаймын, әркім өзі біледі қалай өмір сүрсе де. Естуімізше, Жетісайдан шыққан әртістердің барлығы Ескендір Хасанғалиевқа бағынады дейді. Ал Жетісайдан шыққан әншілердің екі аяғын бір етікке тығатын Шайхизада дейді. Қаншалықты рас? Не деген сұрақ? Оны қайдан естідіңіз? Қайдан ойлап таптыңыз? Менің шаруам не? Жетісай... Шайхизада бұзық бола алады ма жалпы арасында? Мұхит, мен сенімен араласқалы біраз жыл болып қалды. Менің бұзықтық жасағанымды, айқайымды еш уақытта көрген жоқсың ғой. Көрмейсіңді. Көрмейсің өткені. Алып қашпайын білетін бірі. Ол әңгіме айтыла береді. Ұзын құлақ не демейді? Еріккен адамдардың әңгімесі ғой. Жетісай қайда, мен Арыстың өңірінде өсіп өнгем. Шымкент облысы, оңтүстік Қазақстан. Ал Жетісайда енді қазір құдағиым Жетісайда тұрады, мысалға, мен ешкімнің екі аяғын бір етікке тығып, ол Жетісай болсын, Шымкент болсын, басқа болсын, еш уақытта бір әншілердің екі аяғын бір етікке тығып, ондай құдіретім жоқ. Керісінше мен татуластыруға тырысам, ұрыспаңдар деп, татуласыңдар деп отырам. Жақсы. Репертуарыңыз бай, әндер көп, бірақ жер дүниені жарып жатқан хиттердің саны аз. Оған не дейсіз? Енді сонау осы өнерді бастаған кезде ең алғашқы хит болған әнім, өзің шет жағасын білесің, Аққу Арман әні. Одан кейінгі осы Алматыға келіп, Құрманай апайымыздың марқұм иманды болсын, ең алғашқы айтқан әні Ескендір ағамыздың әні, Сағындым сен әні болды. Соған бейнеклип түсіріліп, соны мен хит болғанда, ол өзі бұрыннан хит болған, бірақ менің орындауымда ерекше өзгеше болып шыққан шығар деп ойлаймын. Көпшіліктің айтуы бойынша енді. Одан кейін кішкене шығыс әндеріне бұрылдық та, Жан жарым әні кетті.
Оның ішінде кейінгі жазған осы үлкен 15-16 әннің ішінде халық әні Ай сәулем болды. Қазіргі кезеңде енді Бал сезім деген әнге бейнеклип түсіріліп жатыр. Ол әрбір әннің өзінің бағы болады екен, адам сияқты. Мысалыға менде өзімнің репертуарымда шықпай жатқан, әлі өңделмеген, өңделсе де дұрыс шықпай жатқан бірнеше ән бар. Мен қаншама әдемі аранжировкасын өңдесең де, бейнеклип түсірсең де, бірнеше өңдеген бір әндерім бар да, әдемі ән, сөзі де әдемі. Шықпайды да, шықпай жатыр. Оны мысалы айтып отырмын, оны бір уақыты келу керек екен. Хиттің құдіретін түсіндіру қиын. Өте қиын, өте қиын, өте. Өткені қазір не көп? Ән көп қой. Әнші көп. Шайхизада, мен білем, сіз алтынға құмарсыз. Алтын болғанда, алтынның жақсы алмазбен өрленген жақсы бұйымдарға дүниеге құмарсыз. Арасында өзіңізге алған кезде 5-6-ын қосып алып сатады дейді сізді әріптестеріне. Ол жағы қалай, рас па? Жоқ, мен сатуды білмейді екем. Не жағдайда да мен бірдеңені сатуды, мен қанша қолымнан ойладым, бұрын ойладым, негізі бір кездері болды. Көрейіш деп сата алмайды екем. Өз бақысына да сата алмаймын мен. Гауһар тасты енді мен бұрын жақсы қызықпайтын. Алтындарға, бізге көбінесе қонаққа барғанда, әйтеуір бір отырыстарда, бір тойларға барған кезде бізге көп сыйлайды. Көп сыйлайды. Менде ондай алтын жүзік, алқалар, сырғалар, жүзіктер өте көп. Оның бәрін мен әпкелеріме, сіңілеріме таратып жіберем. Өзіме бүйтіп арнайы сатып алып, гауһар тастан бір қымбат дүниелер алу дегенді мен өзіме бұрынғы кезеңде ақшаны қимайтын. Өйткені эконом деген нәрсе бар ғой, ертең күнді ойлап тұратын. Әрдайым мен оның орнына ән жазайын деп, мысалы. Оның орнына творчествоға жұмсайын деп. Ал енді кейін кезде досым, менің өзім Алия деген досым, шетелге көп шығып жүрдік. Сол досым айтты, Шахизада, енді Құдайға шүкір бар ғой деді. Бұрын мен мысалға күміске өте қатты қызығатын. Бір кездері. Күміс болғанда қолдан жасаған, өрнектеп, әдем қанша болса да алатын. Осы ақшамды қиып, кәдімгі өзіме ұнағанды алатын. Сосын жағы досым, кейін гауһар тас, қымбат алтындар алуыма досым септік жасады. Сонымен ол маған Канарада болғанда, Малайзияда болғанда, демалыста жүрген кезде, Шахизада алып алсайшы, жақсы ғой, саған ұнайды ғой деп, мысалы, гауһар тастың бәрін мен шетелден алып келдім. Бірақ мен көп алмаймын. Мұхит, бірден айтайын, көп алмаймын. Алсам, осындай бір-екшеу алам, өзім тағатындай, өзіме ұнайтын, ыңғайлы, сондай, жақсы көретіндей. Ал енді сатып алып, оны біреуге сату деген менде ешқандай жоқ. Ондай болған жоқ. Болған жоқ. Шахизада, бүгінгі сұхбатта сізге не ұнады, не ұнамады? Бүгінгі сұхбатта сіздің отырысыңыз ұнады маған. Сіздің әңгімеңіз, сіздің сұрағыңыз ұнады. Көптен кездеспедік, Мұхит. Жұмыс деп. Сізді көргеніме өте қуанышты болып отырмын. Мен де. Рахмет сізге. Жақсы, рахмет. Эфирде болған сұхбат, мен Мұхит Сапарбаев. Бүгін бізде қонақта болған әйгілі әнші Шахизада. Кездескенше аман сау болыңыздар.